Көп әйелдер өзінің күйеулеріне, ағаларына, әкелеріне ренжіп жатады. Ақшаны санап бересің, сараңдық танытасың, берген ақшаңды отчетін сұрайсың деп. Бірақ негізі бұл нәрсе неден туындайды? Бұл сол әйелдің, қарындастың, әпкенің күйеуге деген немесе ағасына деген бір жылуының жоқтығы. Яғни қандай жылу? Еркекке тек қана осы әулетті ұстап отқан сенсің, тауып отқан ақшаңа рахмет, сен болмасаң дегендей әңгіме айтылатын болса, еркек қанаттанбайды, сізге берген ақшаның отчетін сұрап отырады. Ал егерде сіз күйеуіңізге немесе ағаңызға айтсаңыз, осы сен мықтысың, сен мына ақшаны тауып келіп отырсың, сенің арқаңда біз мынаны жеп отырмыз, сенің арқаңда міне үйіміз бар деп айтып отырсаңыз, онда еркек қанаттанады, ары қарай көбірек ақша алып келуге тырысады. Сөйлеймін сізден, ешқашан ақшаның отчетін сұрамайды, ешқашан санамайды. Осыны еске алыңыз. Күйеулеріңізді, ағаларыңызды, жалпы еркек, жалпы ақша тауып келіп жатқан еркектерді бағалаңыздар. Құрметті достар, осындай видеолар тағы да көргілеріңіз келсе, Май Қазақ парақшасына тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.